Менің атым Раушан, жасым 67. Мен осыдан 2011 жылы онкологиямен ауырып, 2011-де операцияға түсемін. Содан операцияға түсіп, 2 аптадан кейін мені химияға шақырып тұр. Содан химия алдым. Химия алып жүріп, 7 жыл жүремін. 7 жыл жүріп, 2018 жылы мен бір келін алам. Келін аламда жаңа газға да, отқа да, суға да ауру екенімді ұмытып кетемін да. Келінімді күтем, босанады. Сөйтіп жүргенде мен 2018-де қатты ауырам. Сөйтіп жатып қалдым, тұра алмай да қалдым. Сонда осы сәулем келеді, астанада тұрады. Өзі анамен бала қорында медик болып істейді. Келді, мен өлейін деп жатырмын, бәрі мен өледі деп жатыр. Сөйтіп бір сіңілім бар еді, менің атынан шақырып қояды. Әй, сендер нағып отырсыңдар, аналарың қайтыс болайын деп жатыр деп. Не дейді, маған ешкім айтқан жоқ дейді. Бәрі жетіп келеді, мен шалқамнан түсіп жатамын. Ішімнің бәрі дәу болып кеткен, сонда мен ішімнен 7 литр қанды су алады. Сөйтіп жаңа сәулем келеді да, осы сүйшамды аузыма таңертең кешке алып, жаңадай ударный доза дейді екен, аузыма құяды. Сөйтіп осыны ішем, сөйтіп кардиосет, бұны да аузыма құяды 2-2-ден. Сөйтіп осы өнімдерді ішем, арасында рибержері бар, асқазандыке бар, кальций, түгел не керек бәрін ішем енді. 3 жыл үзбей ішем күніге. Содан әлі үзген жоқпын, осыны ішем, Аллаға шүкір. Осылардың арқасына деп ойлаймын, басында ойбай Қытай десе қашатынмын, артынан айтатын болдым, ішім Қытай, сыртым қазақпын деп, Аллаға шүкір әйтеуір солардың арқасы шығар. Осындай күйде жүрмін, тойға да барам, ештеңеден қалған жоқпын. Енді күйеуімді айтты, рұқсат саған, пенсияңды ал да, жанмен әулеме, сен тірі қал да іш деп. Жанмен әуле емес, пенсиямды алдым да ішіп отырдым. Бірақ шүкір, әрекетке берекет бар деген, сол әрекетімнің арқасы өзіме қидым, өмір керек. Сол арқасында мына жүрмін. Аллаға шүкір. Енді ішем деген халыққа айтар едім, ем болсын деп. Сәуле қызым айтып түсіндіреді. Осы мен Сәуле қызым ішкізген осыны. Өзі дәрігер болды. Ананың бала қорында істейді дедім ғой. Содан кейін осы қызыма сендім. Енді анасына кім жаман нәрсе әкеліп береді. Қытайда болса мен сен үшін ішем деп іштім. Аллаға шүкір ем болды. Сіздерге де ем болсын деп айтар едім. Алып ішіңіздер.